Жамбас белдеу бұлшықеттердің сыртқы тобына тоқталамыз. Бірінші болып, үлкен бөкселік бұлшықет мускулюс глютеус максимусты қарастырамыз. Өте мықты, сыртқы пішіні ромбы тәрізді келетін бұлшықет болып табылады. Ірі талшықты бұлшықет. Мықын сүйегінің сыртқы бетіндегі бөкселік артқы сызықша линия глютея постериор және сегіз көз сүйегі мен құймышақ омыртқаларының бүйір қапталынан, сонымен қатар сегіз көз бұдыр байламы лигаментум сакратубералиден бастау алады. Қиғаш бағытта өтеді, төмен бағытта өтеді және бұлшықет талшықтары жинақтала келе жоғарғы бөлігінің жалпақтау келген апоневрозды сіңіршелері мықын асықты жілік трактқа, трактус илиотибиалиске ұласады, ал төменгі бөлігінің бұлшықет талшықтары ол ортан жіліктің шонданайлық бұдыры тубероситис глютеяға барып бекетін болып табылады. Негізгі қызметі біріншіден жамбас буынын жазу, аяқты аздап артқа қарай бұру қызметін және аяқты мықтап ұстаған жағдайда алға қарай еңкейген тұлғаны артқа қарай шалқайту қызметін, сонымен қатар тік ұстаған жағдайда жамбас пен аяқты бір-біріне жақындату және сыртқа қарай бұрып әскери тұрысқа келтіретін болып табылады. Ортаңғы бөксе бұлшықеті мускулюс глютеус медиус деп аталады. Ол бөксенің үлкен бұлшықетінің астында орналасады, сыртқы пішіні үшбұрыш тәрізденіп келген болып табылады. Бұлшықет талшықтары желпуіш тәрізденіп, мықын сүйегінің сыртқы бетіндегі алдыңғы және артқы бөкселік сызықшалар аралығындағы жазықтықтан бастау алады. Төмен және қиғаш бағытта өтіп жинақталады және де ортан жіліктің үлкен ұршығы тракантеромайер ос феморисқа барып бекетін болып табылады. Және дәл осы бекетін жерінде 2-3 синовиальды қапшықтары кездесетін болып табылады. Бұлшықеттің негізгі қызметі жиырылған кезде ортан жілікті ішке қарай бұру және де алға қарай иілген тұлғаны тік ұстауға қатысатын болып табылады. Кіші бөкселік бұлшықет мускулюс глютеус минимус деп аталады. Сыртқы пішіні алдыңғы екі бұлшықет, яғни үлкен бөксе бұлшықеті және де ортаңғы бөксе бұлшықеті секілді желпуіш тәрізденген және де жұқалау орналасқан бұлшықет болып табылады. Сыртқы пішіні үшбұрыш тәрізді. Ол мықын сүйегінің сыртқы бетінің алдыңғы төменгі бөкселік сызықшасы аралығындағы жазықтықтан бастау алатын болып табылады. Төмен қарай бағытталып, бұлшықет талшықтары жинақтала келеді және ортан жіліктің үлкен ұршығының алдыңғы бетіне барып бекетін болып табылады. Бұлшықеттің бекетін жерінде шағындау келген синовиальды қапшықтары бурса тракантерика мускулюс глютеи миними кездесетін болып табылады. Негізгі қызметі ортаңғы бөкселік бұлшықеттің қызметіне ұқсас келіп, аяқты алшақтатып, иілген тұлғаны тік ұстап тұруға қатысатын болып табылады. Санның шаршы бұлшықеті мускулюс квадратус феморис деп аталады. Сыртқы пішіні шаршы немесе текше тәрізді болып келгендіктен бұлшықет осылай аталған. Ол шонданай сүйегі бұдырының латеральды бетінен бастау алатын болып табылады. Көлденең бағытта өтіп, ортан жілік ұршығының аралық қырқасына криста интертракантерикаға барып бекетін болып табылады. Негізгі қызметі санды сыртқа қарай бұру болып табылады. Жоғарғы егіз бұлшықеті мына жақта анық болу үшін жасылмен белгіленген. Шағын сүйір келген бұлшықет болып табылады. Ол шонданай сүйегі қылқаны спина исхиатикадан бастау алатын болып табылады. Көлденең бағытта өтеді.
және де ортан жіліктің ұршықтық ойысы фосса тракантерикаға барып бекитін болып табылады. Негізгі қызметі санды сыртқа қарай бұру. Төменгі егіз бұлшық ет мускулюс гемелиус инфериор деп аталады. Сыртқы пішіні жоғарғы егіз бұлшық етінің пішініне ұқсас, яғни сүйірлеу келген бұлшық ет болып табылады. Ішкі жапқыш бұлшық еттің төменгі қапталында параллель бағытта орналасатын дәл осы бұлшық ет болып табылады. Ол шонданай сүйегі бұдырынан бастау алады. Латеральды бағытта өтіп, ортан жіліктің ұршықтық ойысы фосса тракантерика ос феморисқа барып бекитін болып табылады. Негізгі қызметі санды сыртқа қарай бұру. Сыртқы жапқыш бұлшық ет мускулюс обтураториус экстернус деп аталады. Сыртқы пішіні үшбұрыш тәрізденген бұлшық ет болып табылады. Және де жапқыш жарғақ мембрана обтураторияның сыртқы бетінен және жапқыш тесіктің сүйектік жиегінен бастау алатын болып табылады. Және жамбас қуысының сыртқы бетімен қиғаш көлденең бағытта өтеді. Және ортан жіліктің ұршықтық ойысына фосса тракантерикаға барып бекиді. Негізгі қызметі санды сыртқа қарай бұру. Санның жалпақ шандырын керуші бұлшық ет мускулюс тенсор фасциалата деп аталады. Жамбастың латеральды қапталында орналасқан сыртқы пішіні сәл ұзыншалау және де жалпақтау келген бұлшық ет болып табылады. Ол негізінен мықын сүйегінің алдыңғы төменгі қылқаны спина илиака антериор инфериордан бастау алатын болып табылады және төмен қарай бағытталады. Және дәл осы жерден ол санның жалпақ шандырын құраушы мықын асықты жілік трактына трактус илиотибиалисқа ұласатын болып табылады. Және ол одан ары төмен қарай иіліп, асықты жіліктің алдыңғы бетіндегі асықты жілік бұдыры тубероситис тибияға барып бекиді. Негізгі қызметі санның жалпақ шандырын керіп, ию қызметін атқаратын болып табылады.